Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Альбина. Бүгін сіздерге осындай классикалық курабиенің рецебімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде қарап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен әдеттегідей ингредиенттерді дайындап аламыз. Ол үшін бізге жүгері крахмалы керек, қант ұнтағы керек, және бізде мына жерде ванилин мен разрыхлитель болады. Сонымен қатар жұмыртқаның сарысы керек болады, сұйық май керек болады, және де ұн керек болады. Сонымен қатар бөлме температурасындағы сары май керек болады. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Одан кейін қант ұнтағын саламыз. Түйіршіктелген қант емес, міндетті түрде үгітілген қант болу керек. Және де жұмыртқаның сарысын саламыз. Сонымен қатар сұйық майымызды құямыз. Және де шанышқының көмегімен араластырамыз. Біркелкі масса шығу керек бізде. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай масса шығады, сұйықтау келген. Енді біз ұнымызбен жүгері крахмалын дайындап, кезек-кезек салатын боламыз. Алдымен ұнның үстіне ванилин мен разрыхлительді қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бізде барлығы дайын: массамыз, ұнымыз және жүгері крахмалымыз. Жүгері крахмалы ұннан көп, себебі бізде рецепт бойынша солай. Және де жүгері крахмалын қосқан кезде печеньеміз өте жұмсақ, сондай үгітіліп тұрады. Жүгері крахмалын мен ұнды кезек-кезек салып, өзімізге қолымызға ыңғайлы қамыр илейтін боламыз. Соңында осындай жұмсақ қамыр шығады, өздеріңіз көріп тұрғандағыдай. Енді осы қамырды кішкентай қасықтың көмегімен өзімізге қажетті формада дөңгелектеп алып, печеньенің пішінін келтіретін боламыз. Міне мына жерде менде екі пішінді печенье шықты. Екі қатары міне осындай жалпақтау келген, дөңгелектеп айналдырып алып, үстінен кішкене басқан болатынмын. Ал қалған екі қатары осындай дөңгелек болып шықты. Шығардым осындай пішінді. Енді піскенде қалай болатынын көреміз. Одан кейін үстіне жағатын глазурын дайындап аламыз. Ол үшін осындай кондитерский мешокқа немесе целлофанға өзіңізге ұнайтын шоколадтың түрін алып аламыз да осылай бөліп ерітуге дайындаймыз.
Шоколадымыз сиятын кружканы алып, ішіне ыстық суды құямыз қайнаған. И ішіне осы шоколадымызды салатын боламыз. Сол кезде жақсы біркелкі еритін болады. Немесе водяной баняда да ерітуге болады. Шоколадтың толық ерігенін осылай сыртынан басып көруге болады. Егер ішінде түйіршіктер болатын болса, онда қайтадан суға салып қоюға болады. Міне бізде бүкіл шоколадымыз еріді. Енді печеньемізді дайындаймыз. Міне осындай әп-әдемі болып, әппақ болып піседі. Енді үстіне өзіміз қалағанша етіп істеуге болады. Өз фантазияңыз, өз еркіңіз. Мен осындай жолақ-жолақ етіп жасап көрдім. Негізі әртүрлі шоколадты қолдануға болады. Ақ шоколад, молочный шоколад, қара шоколад, өз еркіңіз. Міне соңында осындай өте әдемі, осындай қонақтарға ұялмай беретіндей осындай печенье шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.